Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын құрма қосылған пирог дайындаймыз. Осы пирогтың жасалу құпиясын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Пирогымызды дайындауға қажетті заттар: ұн, құмшекер, тұз, қамыр қопсытқыш, су, құрма, сары май, жұмыртқа және ақ шоколад қолданатын боламыз. Пирогымызды дайындауды бастаймыз. Ыдысымызға ұн саламыз. Үстінен құмшекер, қамыр қопсытқыш, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майды салып, ұн мен сары майды бір-біріне үкілеу арқылы крошка жасаймыз. Осылай қолмен қысып отырып крошка жасаймыз. Жақсылап крошка жасап болғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін, егер жұмсақтау болып шықса, тоңазытқышқа қатырып алсаңыздар болады. Мінекей біздің жүп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді формамызға жабыстыратын боламыз. Бірінші формамыздың көлеміндегі осылай пергамент дайындап аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, үлкен және кіші бөлікке. Үлкен бөлігі пирогымыздың астына кететін болады. Қамырымызға кішкене ұн сеуіп, осылай видеода көрсетілгендей пергаменттің үстінен жаямыз. Бір келкі қылып жайып аламыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Енді осы пергаментімен бірге формамызға орналастырамыз. Қамырымыздың қалған бөлігін шетіне жабыстырып шығамыз. Аз-аздап алып, бір келкі қылып шеттері жұқа болатындай жабыстырып шығамыз. Құрманы сүйегінен ажыратып аламыз. Енді тазартылған құрмаларымызды ыдысқа салып, үстіне су құямыз. Және блендермен жақсылап езетін боламыз. Егер сіздердің құрмаларыңыз құрғақтау болса, суды кішкене көбіректеу қосыңыздар, және де ет тартқышпен тартып алғандарыңыз дұрыс болады. Мінекей видеода көрсетілгендей осылай жақсылап езіп аламыз. Біздің құрмамыздың өзінің тәтті дәмі болғандықтан салмамызға құмшекер қосылмайды. Қамыры жабысып дайын тұрған формамыздың үстінен пирогтың салмасын салып жібереміз. Және қасықпен басып, осылай бір келкі қылып жайғастыру қажет. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп дайын болды. Пештен бірден алысымен шетін осылай пышақтың көмегімен жүргізіп өтеміз. Және пирогымызды әрлеуге кірісеміз. Ақ шоколадқа сүт қосып, ертіп алатын боламыз. Су моншасында немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Дайын тұрған пирогымыздың үстінен ертілген ақ шоколадты құйып шығамыз. Шоколад пен құрма керемет үйлеседі, дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер ақ шоколадты ұнатпайтын болсаңыздар, қара шоколад қолдансаңыздар болады. Осылай шоколадты бір келкі қылып барлық жеріне жазып шығамыз. Бетіне әдемілік үшін мен орехтар септім. Өздеріңіз кез келген орех түрін сепсеңіздер болады. Және тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қатырып алып, бірақ кесетін боламыз. Сол кезде шоколады бәрі қатып, пирогымыз керемет болады. Мінекей біздің құрма қосылған пирогымыз дайын болды.
ақ шоколад пен құрма өте керемет үйлеседі, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.